Баршаңызға сәлем. Келе жатқан наурыз мерекесі құтты болсын. Мерекеге қарсы қоспа жасауды жөн. Қоспа шай дастарханына қойылатын ұлттық тағам. Қоспаны үйден жылдам дайындау жолын ұсынғым келеді. Қажетті заттар: талқан, тары, печенье үгіндісі, қант және сары май. Ең алдымен ыдысқа 1 стақан тары, талқан, печенье үгіндісін және қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қоспа жасалатын негізгі өнім ол тары. Негізі қоспаны әр өңір әртүрлі жасайды. Мейіз, жаңғақ, бал араластыруға болады. Бірақта мен осы қарапайым түрін жақсы көремін. Егерде үйде қызыл ірімшік болатын болса, қызыл ірімшік қосса да өте дәмді шығады. Барлығын араластырып болдық. Енді ерітілген сары майымызды құямыз. Майды ерітпей қоссаңыздар да болады. Әркім әртүрлі қылып жасайтындықтан өз қалауларыңыз бойынша. Алдымен қасықпен араластырып алып, одан кейін қолдың көмегімен жақсылап мұжып бір-біріне қосамыз. Дайын болған қоспаны салфанға салып, тоңазытқышқа қатыруға қоямыз. Негізі қоспаны әртүрлі формаға салуға болады, немесе әртүрлі формада жасауға болады. Бірақ менің анамның жасауы бойынша осылай қатырған дәмдірек болады. Тоңазытқышқа қатырып алған соң, дайын болған қоспаны шайға ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған алуа, астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.